Сәлем достар, бүгінгі тақырып 10 айлық балаға жасалатын массажды көрсететін боламын. Мұқият соңына дейін қараймыз видеоны. Ең алдымен лайк басып кетейік видеоға, обязательно каналға тіркеліп кетіңіз. Так, 10 айлық бала әлі отырмайды, еңбектемейді. 10 күнде әжептәуір результат көрсетуге болады. Общий массаж жасаймыз, кішкене денесі бостау, бала мыжғылап жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сен де отыруың керек, еңбектеуің керек. Кеше қатты істеген жоқ бірінші күні. Кеше бірінші күні жасап кеттік, бүгін екінші күні 10 күн жасаймыз. Қолыңа бірден беріп қойым ба? Ұстап жат. Бірінші күні қатты істеген жоқпын. Бірінші күні нагрузка салмаймыз, достар. Массаж істейтін кезде екінші күні уже ұқылай бересіз от души. Балада әлсіздік бар. Қосымша дәрі бірдеңе беріп отырсыз ба? Кальций ішіп отырсыз ғой, кальций мен Т3, содан кейін массаж. Осылай жасайсыздар. Общий массажды көрсеткенмін мен. Сол сияқты общий массаж жасаймыз, мыжғылау арқылы. Гипотонус қосшым. Гипотонус. 3. Раз, два, три. Бір, екі, үш. Аңғара бала боста, осын қатайтуыңыз керек сіздің міндетіңіз. Басқа қаладан көпті массаж таппайтын сондайларға көмек болады. Ауылда жерде тұратындарда айтыр, массаж жоқ. Таван жасаған кезде балағандай щекотно болады, неприятный жақтырмайды. Бетін ғана емес, басып жасайсыздар ғой, басып. Жыламаймыз. Тістерді енді шығып отыр екен, Тіс шыққандандай мазастанып жылаған жоқ па? Температура болды. Көбісіне температура береді да. Шыққан кезде. Іші өтеді біреулерде. 1, 2, 3. Раз, 2. Бұда ешқана дисплазия жоқ. Қарап, боста просто денесі, достар. Раз, 2, 3, 1, 2, 3, раз, 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 2, 3. Қолына өтеміз, қолын жасаймыз. Алақандарын обязательно, как всегда. Мыжғылау арқылы, достар, мыжғылап жасайсыздар. Негізі қалыпты жағдайда 10 айлық бала отырып, уже еңбектеу керек, тоңаңдау керек та. Балада ешқандай ақау жоқ болса да, для профилактика жасасаңыздар болады. Бірақ көп 10 айлық балдар жатпайды, тыныш бір жайында. Арқасына өтеміз. Омыртқаға тиіспейміз. Қыздырамыз денені. Жамбасынан бастап жасайсыздар. Бойы ұзын болатын сияқты. Беліне көбірек мән бересіздер, отырмайтын баланың. Кәс, күшті болады. Күшті болады. 2, 3. Раз, 2, 3. И потом аяғына массаж істеп болғаннан кейін уже мынандай нені қолданасыз. Көріне тұрғыда. Раз, 2, 3. Оппа. Асықпай істейсіздер ғой міне. Раз. Бірінші аяғы кетті, екінші аяғы кетті. Ішке қарай. Оппа. Егер жасай алмайтын болсаңыздар, істемей-ақ қойыңыздар. 1, 2, екінші аяғы, потом ішке. Міне. Көрдіңіздер ғой да? Раз, 2, 3. Бұл еңбектеуіне жақсы достар, еңбектеуіне. Раз, 2, 3. 1, 2. Раз, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Раз, 2, 3. 1, 2, 3. Опа. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Опа. Бәрін жасап болғасын, беліне. Раз, 2,
3. О, раз. Тізесінен ұстайсыз, достар, тізесінен. 2. 3. Бұл жаттығу 6-7 айынан бастап жасалады, достар. 6-7 айынан бастап. Ал 6 айына дейін жасамайсыздар бұны. Опа, раз. 2. Белі қатаятты, белі тез қатаятты. Опа, раз. Опа. Давай. Уже 2-3 күннен кейін бүйтіп қатайып ұстайтын болады өзі, жіберсең. Өстіп. Опа. Онда ешқандай қиындық жоқ, достар. Видеоға лайк бассақ, обязательно. И осы видеоны WhatsApp группаларға жіберіңіз, хорошо? Все?